2015 жылдың 1 қаңтарынан Еуразиялық экономикалық одақ ресми түрде өз жұмысына кіріседі. Қазақстандық бизнес жаңа шарттарда бәсекелесуге дайын болу керек. Алайда кәсіптің сәтті жүргізілуі кәсіби мамандарсыз мүмкін емес. Мемлекет бизнеске қандай жәрдем беруде? Бұл туралы бүгін біздің бағдарламада. Дуальды білім беру жүйесі қалай дамып келеді? Мектеп қабырғасында кәсіби бағдар беру. Жылға дейін 600 кәсіпорынның тапсырысы бойынша 10 мың маман даярлау жоспарлануда. Елбасы тапсырмасы бойынша республикада дуальды білім беру жүйесінің жол картасы әзірленуде. Қазіргі таңда бұл құжат экономиканың 11 саласы бойынша 83 мамандықты қамтиды. Еліміздің 200-ден астам колледжі өз оқу бағдарламаларын өзгертуге кірісті. Бұл шаралар жастардың кәсіби білім алу үшін жасалуда. Дуальды білім беру әлеуметтік серіктестіктің нәтижесі. Мемлекет бір тарап болса, бизнес екінші жағынан, ал нәтижесінде болашақ маман шығады. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы арқылы бизнесмендер мемлекетпен келісім шартқа отырады. Кәсіпорын колледждерге нақты маманды даярлауға тапсырыс береді. Және осы мекеме негізінде студенттер тәжірибеден өтеді. Екі жақты білім алу үрдісі жүріп отырады. Студенттер оқу уақытының 60%-ын кәсіпорында, ал қалған 40%-ында теорияны оқиды. Екі жақты білім алудың 3 тиімді тұсы бар. Бизнес жұмысшы алады, заманға сай маман даярлайтын білім беру мекемесінің беделі артады, ал болашақ маман жұмысқа орналасады. Еліміздің білім және ғылым министрлігі жұмыс берушілердің кәсіпорындарымен жұмыс жасауға құзыры жоқ. Екі жақты білім беру жүйесіне өту үшін біраз жыл керек болушы еді. Алайда ұлттық кәсіпкерлер палатасының ашылуымен бұл түйткіл өз шешімін тапты. Біз бүгінгі таңда елбасы үлкен бізге міндет қойып отыр. Ол адами капиталды ұлғайту. Сондықтан сол сапасын көтеру үшін біз тек қана білім ретінде дәріс бермей, соны дуалды технологияны қолданып отырып, кәсіпкерлермен бірге ұштастыру керекпіз. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы дуальды білім беру жүйесін енгізу жол картасын әзірледі. Ол индустрияландырудың талаптарына сай келетін кәсіби техникалық білім беруді дамытудың нақты моделіне айналды. Бүгінде 280-нен астам колледж 3225 дуальды білім беру бойынша шарт жасасты. 1724 келісім бойынша студенттер тек тәжірибеден өтіп қана қоймай жалақы алады. Барлығы республика бойынша дуальды технологиямен 46 мың студент оқып жатыр. Дуалды технологияны пайдалану мәселесі бойынша бірнеше пайызға көтердік осы мәселені. Сондықтан ойлаймын, ол қосымша біздің жаңағы балаларға жұмыс орнын тезірек табу мәселесі, жұмыс орнын тек қана жақсы таппай, сапалы түрде практикасын өткізу, сондай мәселелердің көбі шешіліп отыр. Жүйенің басты мақсаты кәсіби және техникалық білімді еңбек нарығындағы сұранысқа сай беру болып табылады. Оны реттеуді еліміздің ең ірі бизнес қауымдастығы қолға алды. В первую очередь были обозначены те приоритетные. Біріншіден біз алдағы 5 жылда сұранысқа ие болатын салаларды анықтауға мүмкіндік беретін жобаларды анықтадық. Үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында бұл салалар және оларды жүзеге асыратын өңірлер белгіленді. Сондай-ақ біз алдағы жылы нарықта сұранысқа ие болатын мамандықтарды анықтадық. Определены были приоритетные отрасли регионов. Бұл іс қарқынды жүру үшін кәсіпорындар колледждерді өздері басқаратын болды. Қазіргі таңда 10 өндірістік кәсіпорын білім беру мекемелерінің қол астына алды. Осындай патронатқа ие болған оқу орындарының бірі политехникалық колледж. Оның студенттерінің ірі құрылыс компаниясында өндірістік тәжірибеден өтуіне жағдай жасалған. Біздің объектлерде тәжірибеден өтіп, практикадан өтіп. Ол кісілер бізге практика 6 айға келді. Яғни 6 ай болу бұл студент балалар не істейді? Бізде кәдімгідей әрқайсының қасында бір ұстаз дейміз бе, наставник дейміз де, жаңағы белгіленген. Бұл олардың жаңағы үйретушісі, жаңағы өздеріне бекітілген адам, наставниктері әрқайсымен жеке-жеке жұмыс істейді. Оларға тек қана
кірпіш қалауды немесе жаңағы сылақ сылауды үйретпейді. Оны қалай істеу керек, оны қалай тез істеу керек. Кәсіптік нақты құрылыстың ішінде қайнап жүріп үйренеді. Тек қана үйреніп қоймайды, ол кісілер бізде еңбекақы алады. Студенттер тәжірибеден 6 ай бойы өтеді. Жұмыс күні таңғы сағат 8-ден кешкі 6-ға дейін жалғасады. Осы уақыт бойы оның атқарған жұмысын жетекшісі бақылап отырады. Вот эти вот, видишь, трещинка. Можешь ты вот так разделать ее. Вот так. Вот. С этой стороны обязательно чисти шпатель. Тәжірибелі құрылысшылар үшін жетекші болу оңай шаруа емес. Бірталай тәжірибесі болғанына қарамастан олардың педагогикалық дағдылары жоқ. Студенттерді құрылыс алаңына шақырмас бұрын компания өз қызметкерлеріне педагогика бойынша экспресс курстар өткізді. Нәтижесінде жастар келгенде үйрететін мамандар дайын болды. Мені де кезінде біреу үйретті. Мен бірден жақсы жұмыс істеп кеткен жоқпын. Құрылыста 17 жасынан жүрмін. Менің жетекшілерім болды. Балаларды шын мәнісінде жақсы жұмыс істеуге үйретемін. Обучали, так обучаю, я молодежь. Аз-аздан жұмыс істеуге болмайды. Күн тәртібі қатал, жұмыс көлемі әрдайым ұлғайып тұрады. Студенттердің кәсіпке деген қызығушылығын арттыру үшін жұмыс беруші онымен келісім жасасып, сағатына 152 теңге төлейді. Главное не зарплата, мне кажется, главное. Менің ойымша жалақы ол басты мәселе емес. Бізге шынымен де тәжірибе керек. Біз мұнда білім алуға келдік. Енді тәжірибеден өтетінімізге өте қуаныштымын. Бізге бәрін түсіндіреді. Нам показывают все, объясняют. 18 жастағы мына балалар тәжірибеден өту барысында бірнеше құрылыс мамандығын игеріп шығу керек. Олардың ынтасына сай келешекте балалар маман ретінде сұранысқа ие болады. Жас кезінде адам алдында мүмкіндіктер тола. Мемлекет солардың ішінде үздігін таңдауға жол ашып отыр. Бүгінде жастарға мамандық пен жоғарғы оқу орнын таңдау өте маңызды. Өкінішке орай қазір дуалды білім беру жүйесі бұл мәселені толығымен шешіп отырған жоқ. Сондықтан мектептерде кәсіптік бейімделу жұмыстары ұйымдастырылған. Биыл кәсіпкерлер мен мемлекеттік органдар жоғарғы сынып оқушыларына арналған кәсіптік бейімделу әдіснамасын жасады. Енді жасөспірім мамандық таңдар алдында еңбек нарығындағы сұранысқа ие мамандықтар жайлы ақпарат алады. Мамандықты дұрыс таңдау жастардың келешекте жетер белесінің негізін қалайды. Сондықтан осындай маңызды мәселеде әрбір жасөспірім ақпаратқа ие болу керек. Сол себепті ел мектептерінде кәсіби бағдар алу кабинеттері ашылуда. Олардың алғашқыларының бірі Шығыс Қазақстанда орналасқан. Бұл кабинет жергілікті кәсіпкерлер палатасының арқауымен жарты жыл бұрын ашылған. Қазір мұнда 15 осындай орын бар. Оснащен мультимедийными. Әрбір осындай кабинет мультимедиялық құрылғылар және ғаламтор желісімен жабдықталған. Ақпараттық тақта бар. Онда осы жұмыстың басы тетіктері көрсетілген. Стенд, в котором отражены основные аспекты направления профориентационной работы. Өскемендегі Назарбаев зияткерлік мектебінде кәсіби бағдар беру кабинеті бірнеше апта бұрын ашылған. Мектеп оқушыларымен қарқынды жұмыс жүргізілуде. Мұнда кәсіпорындар жайлы мәліметтер, үлкен жетістіктерге жеткен адамдар мен сұранысқа ие болып отырған мамандықтар туралы ақпарат жиылған. Бұл ұйымдастырылған жұмыс Айжан Мықтыбаева өз кәсібін таңдауға септігін тигізді. Шынымен де бізге студенттерге бұл осы өмірде мамандығымызды табуға мүмкіндік беретін бағдарлама. Егер сен таңдауынды жасап, оған сенімді болмасан, осы кабинетте ақпар арқылы оған көз жеткізуге болады. Менің ойымша компьютер бағдарламалар, тестілер, деректі фильмдер жабдықталған бөлме студенттерге көмектеседі. Данный кабинет, который оснащен множествами компьютеров. Студенттердің ниетін кәсіби бағдар беру бойынша инспектор қолдап отырады. Кәсіби бағдар беру жұмысы екі кезеңге бөлінеді: кәсіби диагностика және кәсіби экскурсия жасау. Менің ойымша бұл кабинет үшін пайдалы болады. Өйткені осында біз балалардың қабілеттерін зерттейміз, түрлі мамандық өкілдерімен кездесу өткіземіз. Кәсіпорындармен ынтымақтастық мектеп оқушыларына және зерттеу жұмыстарын жүргізуге сеп болады. Зауыт мамандары балаларға ғылыми жұмыстардың тәжірибелік бөлімін дайындауға көмектесе алады. Бүгін біз мемлекет пен бизнес нарықта сұранысқа ие мамандарды қалай даярлайтыны жайлы баяндадық. Сіздермен республика тележобасы болды. Латын тілінен аударғанда ортақ іс ұғымын білдіреді. Эфирде келесі жүздескенше.